Сәлем, достар. Бүгін сіздерге ел күліп, ел сүйсініп жүрген қазақ әзіл әлемінің серісі Нұржан Төлендиев жайлы қызықты бір тақырып қозғаймыз. Ол сахнаның гүлі ғана емес, енді үйіндегі гүлін де көпшілікке көрсетіп жүр. Әйелі туралы айта бастаса аузы бал, сөзі әнге айналады. Бірақ әйеліне ән айтқыза ма? Нұржан Төлендиев Алдараспан театрының негізін қалаушысы, отандық юмордың тірі аңызы. Ол сахнада тек күлдіріп қана қоймай, елдің жүрегінен орын алып үлгерген. Бірақ соңғы жылдары көрермен Нұржанды жұбайымен бірге жиі көре бастады. Оның сахнада айтып жүрген қатыным дегені расымен өз жары. Нұржанның жұбайының есімі Ақнұр, ол да өнерден кенде емес. Кезінде Райымбек Сейтметовтің шәкірті болған. Яғни драма саласында білім алған, сахнаның иісін бала кезден сезінген жан. Бірақ Ақнұр үйде отыр. Ал Нұржан сахнада, бірақ кейде екеуі қосылып кететін сәттер де бар. Бір сұхбатында Нұржан былай дейді. Бұл кісі де Райымбек Сейтметовтің шәкірті. Қайрат Нұртастың қатыны ұқсап жүрмей ме? Несі жаман? Бір күлдіреді, бір ойландырады. Міне, Нұржанның стилі осы, шындық пен сатираны араластырып айту. Көпшілік сұрайды, Нұржан әйеліне ән айтқыза ма? Әзірге Ақнұр сахнада ән айтып концерт қойған жоқ. Бірақ оның өнерлі екені рас. Нұржан кейде әзілдеп, бәлкім сахнаға ертіп шығарам, ән де айтқызармын деп қоя. Яғни бұл әзіл түріндегі болжам. Бірақ болашақта мүмкін біз Ақнұрды да сахна төрінен көріп қалармыз. Нұржан мен Ақнұр қазақы тәрбиенің, өнер мен отбасын қатар алып жүрген жұптың үлгісі. Бірі сахнаны сүйсе, бірі отбасын берік ұстайды. Бірақ ең қызығы, Нұржан жұбайын жасырмайды, қайта мақтанышпен айтып жүреді. Сонымен Нұржан Төлендиев әйеліне ән айтқызды ма? Жоқ, әзірге емес. Бірақ оның сөзінен байқағанымыз, егер айтқысы келсе, Нұржан рұқсат береді, тіпті қолдайды да. Өнерлі жұптың сахнаға бірге шығатын күні де алыс емес шығар. Осындай қызықты жаңалықтар мен шоу-бизнес сырларын білгіңіз келсе, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Лайк басып пікір қалдырыңыз, сіздің қолдауыңыз біз үшін маңызды.